Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Сіздермен бірге Сүндет Басығара. Бүгінгі біздің қонағымыз Яссауи FM радиосының меңгерушісі Роман Бұрқаш ағай. Қош келдіңіз. Рахмет. Бірден сұраққа көшейік. Роман ағай, сіз білікті мамансыз, бас қаламызда жұмыс жасап келгенсіз. Біршама жылдық еңбегіңіз бар. Енді солонша Астанада білікті маман бола тұра Түркістанға қандай себеппен келдіңіз? Өзіңіздің еркіңізден Бұл Түркістанға көшіп келу себебім біріншіден бұл енді шағын бір аудан орталығы, шағын қаладан үлкен бұл облыс орталығы болды. Содан бері енді жаңалықтардың бәрінен хабардар болып отырамыз. Түркістанның өзгеріп жатқанын естіп отырамыз. Оның үстіне біз Астанада жүргенде осынан біздің әріптестеріміз, ұстаздарымыз келіп тұрады, Астанаға келіп тұрды, өзгерістердің бәрін айтып тұрды. Бір ішімізден кейде болады ғой адамда, ол шалғай аймақтар, ол жақта жағдай онша дұрыс емес деген секілді бір стереотиптер жоқ. Жұмыс істегісі келетін адамға кез келген жерде өзінің саласында жұмыс та ортада табылады ғой. Сондықтан Түркістанда жасап жатқан ұстаздарымызды, жұмыс жасап жатқан ұстаздарымызды көрдік, алдыңғы буынды, өзіміздің қатарластарымызды көрдік та, ешқандай бір шошитын ештеңесі жоқ деп, керісінше жаңағы келгісі келген адамға бұл жерде айналысатын жұмыс табылады. Махаббатпен жұмыс жасасаңыз табылады. Оның үстіне жаңа неше түрлі мәдени ошақтар ашылып жатыр. Түркістанның аты соңғы кездері қатты шығып кетті ғой жаңағыдай. Сондықтан келген кезде біз былайша айтқан кезде дайын, бәрі жасалған, бәрі салынып қойған Түркістанға келдік. Ал біздің алдымызда келген әріптестеріміздің көбісі айтады, біз келген кезде әлі қалада Яндекс такси болмаған, индрайвер болмаған, жаңағы 2 гис дейді ғой, 2 гис деген қосымшалар болмаған кезде келгенбіз, мына жердің бәрі әлі қала болмай тұрғанда келгенбіз дейді, бізге бір шама қиын болған деп айтып жатады өзінің естеліктерінде. Біз осы соңғы жылдары келгендіктен біз көбінесе сол дайын жерге келдік. Бізге дейін де көп нәрсе істеліп қойған, біз келдік та тек бірден қатты кейде болады, бір қаладан басқа қалаға көшкен кезде адам қиналады деген секілді. Бізде қатты ондай не болмады, өйткені көп нәрсе қалалық инфраструктураның біразы бітіп қойған кезде келдік. Оның үстіне біз енді осы оңтүстік жақтың тумасымын, мен мысалы Қызылордада туып өскем. Одан кейін туған туысқандардың бәрі осы жақта, Түркістанда, Шымкентте. Сондықтан бір қатты ешқандай жатырқайтын ештеңе көрген жоқпыз. Тез сіңісіп кеттік. Ол бар бір жағынан бұл жақтың адамдары, осы оңтүстіктің адамдары сәл жайлы болады. Қарым-қатынасқа жайлы болады. Жаңағы қалай деп айтсам болады. Емін-еркін сөйлесіп кетуге. Сондықтан кез келген мысалға туристер де айтып жатады, бізден басқа шалғай солтүстіктен басқа өңірден келгенде адамдар Түркістанның, оңтүстіктің адамдарының бір ерекшелігі, бұлармен қарым-қатынас құруда қатты қиналмаймыз деп айтып жатады. Сондай нәрсе бар. Сосын қазір енді біз енді карантиннен кейін онлайн өмірге былайша айтқан кезде жатып алдық қой. Сол онлайн өміріміз де бар біздің қазір. Сондықтан біз Алматы, Астанадан көшіп кеткенмен де біз ол жақпен байланыста қол үзіп қалған жоқпыз. Себебі онлайн қазір әлеуметтік желілер бар, басқа да қосымшалар бар. Біз шалғай жақта, бізден алыс қаладағы достарымызбен үнемі байланыс. Себебі ақпараттық кеңістікте бәріміз отырмыз, бір-біріміз көріп отырмыз деген секілді. Сондықтан қазір басқа қалаға көшіп, бұрынғы ортадан қол үзіп қалдым деген қатты ондай бір заман емес. Қазір қарым-қатынас, қатынауда бұрынғыдай емес, жеңілдеп кетті. Сондықтан кез келген қаладағы ортамен, достарымызбен байланыс онлайн. Оның өзі біраз қалай деп айтсам, қол үзіп қалмайсың қысқаша айтқанда. Соңғы уақыттағы жаңалықтарыңыз осы Яссауи FM-дегі жаңалықтарды айта өтсеңіз. Биыл біздің радиомыздың ашылғанына шамамен 2 жылдай болып қалды. Бізге дейін ашылды, біздің келгенімізге де бір жарым жылдай болды. Жалпы соңғы жаңалықтар
жазғы демалыстан шықтық. Жазда демалыста да біз радионы тоқтатқан жоқпыз. Осында жүрген студенттермен жұмыс жасадық. Реті келген кезде қызметкерлерді де сұхбатқа шақырып сөйтіп. Сол сұхбаттардың бірінде біз еңбек адамы деген сұхбаттар желісін сондай сериясын жасағанбыз. Сонда бір осында радио байланыстырушы болып жасайтын, жұмыс жасайтын Қайрат деген ағамыздан сұхбат алғанбыз. Сол кісі осы жерде жұмыс жасағанына, байланысшы техник болып жұмыс жасағанына біз 32 жылдай болған. Сол кісі өмірі үнемі жаңағы -1 дейді ғой, этаж, бірінші этаждың төменгі этажында жұмыс жасайды, өзінің кабинетінен әрі бері көп шыға қоймайды. Сол кісіні 6-шы этажға көтеріп, 6-шы қабатқа радиомыз көрсетіп сұхбат алғанбыз. Отбасы жайлы, жұмысы жайлы қызық сұхбат болды. Себебі білесіз ғой, өзі жаңағы телефонист деп айтатына, бүкіл ішкі сыртқы байланысқа сол кісілер жауап береді. Мысалы біз қазір үйде телефон ұстамаймыз ғой, үйде сымға жалғанған телефон. Біздің университетте ол бар әлі күнге дейін, және ол маңызды. Себебі бөлімдер өзара бір-бірімен осы телефон арқылы сөйлеседі, ішкі номерлер деп айтады ғой. Сосын шетелде де қалалық телефонға жалғанған, шетелге де ресми звондау телефон шалу керек болса, солай звондайды, сөйлеседі. Солардың бәрін әлі күнге дейін жұмысын бір ақау шығармай ұстап отырған кісі ғой. Сол кісіден алған сұхбатымыз. Сосын медиа дамыту қоры деген қор бар Астанада. Сол қордың ұйымдастыруымен осы жұмысшылар мамандығына байланысты үздік интервью, үздік радио сұхбат деген номинациялар болды. Сол бәйгеге біз соның сілтемесін жібердік. Сол жасаған сұхбатымыз сол конкурста 2-ші орын алып, сонда Астанада сондай марапаттауына барып келдік. Сондай бір жаңалық. Біздің радио, онлайн радиомыз ашылғаннан бергі тарихында сондай бір жүлдеге, номинацияға ие болды. Бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, көбінесе радио деген кезде ол FM станцияларды айтады ғой. Белгілі бір әуе толқынында тарайтын деген секілді. Біздікі онлайн радио. Оны да жұртшылыққа таратуға болады. Қазір неше түрлі подкаст платформалар бар. Сол жерде жүктеген подкасттарымыз, аудиоларымыздың бәрі елге қол жетімді, былайша айтқанда. Оны да бір басы бүтін радио деп қабылдауға да болады. Диджитал радио дейді, онлайн радио дейді. Ондай радио тек қана бұл жаңадан шыққан нәрсе емес, бұрыннан бар. Мысалға Apple подкаст бар, Яндекс подкаст бар, YouTube'та да арнайы подкаст платформасы бар. Сол жерде сіз кез келген орталық, кез келген адам өзінің арнасын ашып подкастын дамыта беруге болады. Өкінішке орай аудио подкаст біздің елімізде қатты дамымаған, енді дамып жатыр. Мысалы Америкада Apple подкаст, Spotify арқылы күшті дамыған, неше түрлі каналдар бар, тарихқа, мәдениетке байланысты. Біз осы жазда біздің медиа бөлімінің басшысы Гүлдана ханымның жетекшілігімен сонда Apple подкастты арна аштық. Бүкіл осы жерде жасалып жатқан дүниелердің бәрін ретімен постер дайындап, сол жерге көрдім, оны тексеріп те көрдім, шығып тұрды. Сол жерде бізде өзіміздің арнамыз бар, сол жерге салып отырамыз. Сілтеме арқылы басқаларға жібереміз деген секілді. Қысқаша жаңалығымыз осы. Керемет, біршама жұмыс аяқталыпты. Осы жаңа жыл, жаңа бастама, жаңа жоспарлар. Алдағы жарты-жылдыққа қандай жоспарыңыз бар? Бізде жоспар болғанда біз әдетте қалай қыламыз? Жаңа оқу жылы басталған кезде біздің өзіміздің бөлімімізде жиналыстар болады. Бөлімдегі университетте болып жатқан іс-шараларға қатысамыз, соның түсірілімдеріне деген секілді. Одан бөлек біз радио ретінде студенттермен жұмыс жасаймыз. Тек қана журналистика факультеті кафедрасы емес, барлық салада. Сондықтан мен жақында өзім студенттер арасында жаңағы WhatsApp-тан басқа неден хабарлама жібердім. Біздің радиомызда өзінің авторлық подкастын жасап үйренгісі келетін, немесе видеоға түсіріп үйренгісі келетін, постер жасап үйренгісі келетін, жасанды интеллектпен жұмыс жасап үйренгісі келетін студенттер болатын болса, біз арнайы уақыт бөліп солармен жұмыс жасауға дайынбыз деп, жылда оқу жылы басталған сондай хабарлама жібереміз. Осы жақында жіберген біздің хабарламамызға 8 адам кері байланыс жасап, біз үйренейік деп, қазір олардың әрқайсысымен жеке-жеке сөйлесіп,
сегиз адамга сондай контент план, контент жоспар дайындап жатырмыз. Өйткені сегиз адам радиоға келген кезде жасаған бағдарламаларын бір-біріне ұқсамау керек. Әрқайсысы әртүрлі саладан, ол алған, таңдап алған салалар өздеріне де ұнау керек деген секілді. Сондықтан басында бірінші келген кезде қазір студенттермен сол контент жоспар, не жайлы болады, не жайлы жасай аласың, ол жасайтын дүниең міндетті түрде ол студенттің өзіне де қызық болу керек. Себебі алғаш рет өзі авторлық бір жоба жасаған кезде ол жоба өзіне ұнамаса, кейін оны ары қарай стимул болмауы мүмкін. Сондықтан аз болса да кішігірім өзіне ұнайтын тақырыптардан бастай беру керек деп. Қазір біз осы 8 студентіміз бар, әртүрлі саладан. Сол 8 студентпен жұмысты бастап кеттік. Ол 8-нің ішінде әрі қарай жұмысын алып кететіндер болады. Сабақтарына байланысты, белгілі себептерге байланысты сол жобаларын тоқтататындар да болады. Ортадан жаңадан бір студенттеріміз қосылатын кездері болады. Арасында өзімде бір кейбір бағдарламаларды жасаймын. Одан бөлек бізде сырттан бізде мекемелерден де келіп сұхбат беретіндер болады. Өйткені олардың жұмыс жоспарларында жасалып жатқан жұмыстар жайлы ақпарат беру керек, ресми бақтарға шығу керек дегенде нелері бар. Сол бойынша бізге де келіп сұхбат алады. Сондықтан бізде үнемі радиода бүгін басқа біреу келсе, ертең басқа біреу келеді, үнемі ашық болып тұруын қамтамасыз етуге тырысамыз. Енді сұхбаттасқаныңызға. Құрметті көрермендер, біздің подкастымыз аяқталды. Келесі кездескенше.